Мотоцикл коммутаторын тексерудің тағы бір оңай тәсілін көрсете кетейін. Бүгін сіздерге Қыран маркалы мотоцикл свечке тоқ шықпай қалған кезде коммутаторды қалай тексереміз, сол жайлы қысқаша көрсетіп кетейін. Енді бұл көбінесе Қыран маркалы мотоциклдерде, одан кейін GSX мотоциклдерінде көп кездесетін коммутатор дәл осындай 5 тоқпен тұратын коммутаторлар. Дәл осындай коммутаторлар әдетте тач холдер жұмыс жасап тұрған кезде бұл динамодан ток алмай-ақ аккумуляторыңызда ток болса, өзі сіздің свечқа тұрақты токты беріп тұра алады. Сондықтан бұларды тексерудің тағы бір оңай әдісі, осы кіріп тұрған қара тоқсымды өзімізге жалғауға ыңғайлы жерден кесіп алып, аккумуляторға жалғасақ, бұл коммутатордың дұрыс жұмыс жасап тұр ма, жасамай тұр ма, соны тексере аламыз. Дәл осы қара токсымды аккумулятордың плюсына жалғауымыз керек. Қазір аккумулятордағы передоход тұратын жер ажыратып тастап, осы қара токсымға жалғайтын болсақ, мотоциклдегі линиядағы барлық токпен қатысы жоқ, әрі басқа ток мүлдем ол кезде жұмыс жасамайды, тек аккумулятор коммутаторға ғана жұмыс жасап тұрады. Ал енді коммутатордағы мына 4 сым ол тач холдан келіп тұрады. Міндетті түрде аккумулятордың плюсына жалғану керек коммутатор. Енді мен сіздерге дәл осылай тек көрсетіп тұрмын. Бұны айбеттеп жалғап, скотчпен мықтап орап тастауларыңыз керек, өйткені ол рамаға тиетін болса, замакание болып коммутаторыңызды күйге жіберуі мүмкін. Сондықтан бұны дұрыстап жалғап орап тастауларыңыз керек. Содан кейін барып педал арқылы, тек педал арқылы ғана тексере аласыздар свечке ток шықпай тұрғандығын. Өйткені жаңағы қызыл тоқсымды коммутаторға жалғағаннан кейін рамада ешқандай ток болмайды, статор, замок барлығы жұмыс жасамайды. Тек тепкі арқылы ғана тексеріп көре аласыздар. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.